Қазір бір тонна товармен 2 миллион 700 мың теңге почти что шығынмен далада қалып тұрмын. Атырау қаласының әкімдігінен көмек сұраймын. Ассалаумағалейкум халқым. Қараңыздар, менде қазір Гарано деп айтамыз, Атырау қаласы бойынша білім беру, қалалық білім беру басқармасынан осындай 600 штук подарка күтіп алған болатын, балаларға арналған жаңа жылдық подарка, сыйлықтар. Енді қараңыз, мен осы тендерға жылдың соңында бітетін уақытта қатысып оттым. Және де менің ұтқан сумам 4990 теңге, менің алдымдағы поставщик 5000 теңге берген, 10 теңге разница ұтып тұрмын. Біріншіден, екіншіден, біз товарды согласовать еткенбіз, өйткені менде дәлел бар, мына жерге шығарам, 29 күні кешке маған акт пен СФ сала беріңіз деген сөздері бар. Енді қараңыз, екінші нәрсе, үшінші нәрсе, мен 30 күні товарды әкелген уақытта бұл кісілер біздер 29 күні ақшаны қайтарып тастадық, сіздің актыңызды қабылдай алмаймыз деп тұр. Өйткені неге? Мен сұрақ, 30-31 бізде жұмыс күні емес пе, жұмыс күні. Ақша неге жылдың соңына дейін ұсталмайды? Неге акт жаба алмаймыз жылдың соңында деп тұр бұл кісілер. Енді қараңыз, мен қазір бір тонна товармен 2 миллион 700 мың теңге почти что шығынмен далада қалып тұрмын. И мен қазір жасап отқан, жұмыс жасап отқан ипім черный кетеді, черный списокке. Енді қараңыз, бұл жерде менің тағы сұрағым келетіні, осындай подаркалар балаларға таратылды ма? Ата-аналар, өтініш сонда айтсаңыздар. Енді маған президент аппаратын белгілеп көмектесіңіздер, Атырау қаласының әкімдігін белгілеңіздер, Атырау облысының әкімдігін белгілеңіздер. Осы видеоға лайк басыңыздар, рекомендация шықсын. Одан кейін комментарияға жаңағыдай осы Гараноны белгілеп, маған бір поддержка беріп жүрсеңіздер. Халқым, сіздер көмектеспесеңіздер, басқа ешкім қарайын тұрған жоқ. Антикор қайда, антикоррупцион система, комитет национальной безопасности ауысты қазір. Сол нелерді белгілеуіңіз сұраймын, Атырау қаласы бойынша президент аппаратын белгілеуіңіз сұраймын. Мына жерде қазір мен бір тонна товармен 2 миллион 700 мың теңге шығынмен қалып тұрмын. Және де менің алдымда түскен екінші победитель айтамыз ғой, екінші поставщик. Сол кісілерді де однофамилиец полный тексерулеріңізді сұраймын. Бұл жерде мен енді қазір мына товармен қайда барам? Шыны керек, әңгіменің ашығына келгенде де көмектесулеріңізді сұраймын. Енді бұйырса Алла қаласа осы нәрсе жақсы шешіледі деген ойдамын. Қазір мен 2 миллион 700 мың теңге қарызға кіріп тұрмын. Енді әуел Алла, бүгін кешегінің өзіне мен біраз есіктерін кіріп тоздырдым. Осындай түсіндірдім, бәрін жоқ түсінбейді, сөйлеспейді. Мен даже айттым, товарды қайсысы ұнамай тұр сізге, мен айтыңыз, мен ауыстырып әкеліп берейін десем, жоқ, полный список таварыңды әкет, мен бір тонна товарды қайда кетем? Мысалы, қайда алып кетем, қаяққа апарам оны мен. Қазір жаңа жылдың мерекесі де бітті, оны ешкім де сатып алмайды мен енді. Қазір мен өшіріп кетіп тұрмын, шыны керек айтқанда. Көмектесулеріңізді сұрайын халқым, бүткіл осы прессаға байланысты нелерді көтерулеріңізді сұраймын. Өтініш, лайк басыңыздар, көмектесіңіздер. Енді менде де өзім енді жұмыс, енді бізде көзден проблема болғасын, осылай жұмыс жасап жүрміз, жеке кәсіппен жұмыс жасап жүрміз, нан табу мақсатында деген секілді да. Құрметті ата-аналар, осы подаркаге ие болушы ата-аналар, сіздерден де сұрарым, сіздерге подарка берілді ма балаларыңызға, әлде берілмеді ма? Мүмкін бұл жерде коррупцияның иісі шығып тұруы да мүмкін. Өйткені неге? Менің алдымдағы адам 5000 теңгемен береді. И ол ипі Атырау қаласының тұрғынның ипісі, бізде жеке кәсіпкер болып саналады. Мен 4990 теңгеге ұтып аламын. 3 миллион теңгемен 2 миллион 994 теңге, 6000 теңге разницамен ұтып тұрмын қазір мен. Қараңыздар, бұл жердегі менің көтергім келіп тұрған нәрсе осы мән-жайды ешқандай жабу күйінде қалдырмай толықтай көтеріп көмектесіңіздерші, өтініш.